Біріншіден, нақты бізге керегі осы анықталған кемшіліктерді жою. Екіншіден, осы кемшіліктерге жол берген жауапты тұлғаларды жауапкершілікке тарту. Жұмыстан шығаруға дейін. Үшіншіден, тиісті әкімшілік жауапкершілік мәселесінде қараңыздар. Жауапкершілікке тартпасаңыздар не үшін? Егер бақылау болмаса не үшін бұл жұмысты атқардыңыздар? Жай ғана келіп, осы жерде министрдің деңгейінде бұл мәселе көтерілгеннен кейін шешімі болу керек. Сіздер таңдаған мектептеріңізге құжаттарыңызды қабылдамаған жағдайда жергілікті өздеріңіздің тұрғылықты мекен-жайыңыз бойынша білім басқармасының басшылығына өтініштеріңізді жіберуге болады. Әрине, олар сіздерге көмектерін де береді және де қандай жағдайда неліктен олай болып жатқанын барлығын сіздерге түсіндіріп береді. Құжаттарды қабылдау 20 маусымнан басталады. Әр талапкердің 4 мамандық пен 4 колледжді таңдауға мүмкіндігі бар. 2025 жылға дейін мемлекеттік тапсырыстың 70% техникалық мамандықтарға беріледі. Қазіргі уақытта олар 45% құрайды. Атап айтқанда металлургия, IT, құрылыс, инженерия, машина жасау мамандықтары. I am indeed aware both of the cultural context within Kazakhstan and, of course, for Kozabayev University. I think we have many global partnerships around the world, and we are always extremely sensitive to making sure that we are understanding the context and the culture of our partners. And that is very important to us as a university. We want to always be open to dialogue and to discussion and to understanding deeply the cultures with which we're trying to build partnerships, as academics have done for thousands of years. I will say that in this partnership, our role is purely on the academic side. Our partnership is purely to do with what kind of curriculum will we develop, what kind of academic programs will we build. Біздің балаларымыздың білімінің сапалы екендігін көріп жатырмыз бірнеше бағыттарда. Мысалға, осы 21 жылы олимпиадаға 31 бала жіберетін болсақ, соның 26-сы жүлделі орындарды алып келді. Қазақстан осындай әлемдік деңгейде нәтижені көрсетті. Бұл сіздердің еңбектеріңіз.